балабақша кешенінің 2-ші сынып оқушысы Базарбай Дәулет Абай Құнанбаев жаздығын шілде болғанда, көкірек шалғын бәйшешек ұзарып өсіп толғанда, күркіреп жатқан өзенге көшіп ауыл қонғанда, шырқырап жатқан жылқының шалғынан жона қылтылдап, ат айғырлар биелер бүйірі шығып ыңқылдап, су жатырып шыбындап, құйрығымен шылпылдап, арасында құмдай айнала шауып бұлтылдап, жоғары төмен үйрақас ұшып тұрса сыңқылдап, қыз келіншек үйтігер бұралып басып былқылдап, ақ білегін сыбанып, әзілдесіп сыңқылдап, мал ішіне айналып, көңілі жақсы жайланып, байда келер ауылға, аяңшылы жалпылдап, сабадан қымыз құйдырып, ортасына қойдырып, жас үлкендер бір бөлек кеңесіп күліп, сыңқылдап, жан салдаған жас бала жағалайды шешесін етеп бердіп, қыңқылдап, көлеңке қылып, басына кілем төсеп, астына өзгелер басына изейді, әрине деп мақылдап, ақ көйлекті таяқты ақсақалшылар бір шеттеп, малыңды әрі қайтар деп малтыларға қаңылдап, бай-бай өксін десін.